адам қиямет күні ісі үшін сұралғандай сөзі үшін де сұралады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде пенде Алланың ашуына тиетін бір сөзді елеместен, көңіл бөлместен болмашы сөз ғой деп айтады дейді. Бірақ сол сөзі оны 70 жыл тозақтың шұңқырына, яғни сонда бір 70 жылдық тереңдіктегі тозақтың шұңқырына құлатады дейді. Тіпті адамның қабіріндегі азаптың 3/2 де адамның тіліне байланысты екен. Имам Қатада рахмахулла айтады, қабір азабының 1/3 кіші дәреттен дұрыс тазаланбау болса, екінші 1/3 өсек айтудан, және үшінші 1/3 ғайбат айтудан тұрады деді. Яғни адамның қабірде азапталуына да себеп болатын нәрсе оның тілімен тапқан күнәлары. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл істің соншалықты ауыр болғандығы үшін, тілге ие болудың қиын болғандығы үшін, кімде-кім маған тілімен әуретіне кепілдік беретін болса, яғни тілін сақтайтын болса, және өзін зинадан сақтайтын болса, мен оған жұмаққа кіруіне кепілдік беремін деді. Хадис шарифте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам "Ман ятакаффал ли ма байна лахйейхи ва риджлейхи атакаффал лаху бил джанна". Яғни кім маған осы екі нәрседе кепілдік беретін болса, мен иншалла оның жұмақтық болуына кепілдік беремін дейді. Неге? Өйткені бұл екеуі адам үшін өте ауыр дүние. Бірі тілін сақтау, екіншісі өзін зинадан сақтау. Неге? Өйткені Алла субхана ва тағала айтқандай, "Зуйина линнаси хуббу шахават минан ниса". Адамға осы шахуат, адамның нәпсісіне өте қатты жақын етілді, және қанша адамдар басқа күнәларға бармаса да, темекі, арақ, тағы да басқа сол секілді күнәларды істемесе де, осы зина мәселесіне келгенде әлсіздік танытады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кім осы екі нәрседе маған кепілдік беретін болса, мен оның жұмақтық болуына кепілдік беремін деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Тирмизи рахмахуллах келтірген хадисте сахабаға өсиет етіп айтады: "Я Расулаллах, мен наджах", ва Алланың елшісі, құтылудың жолы қалай деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам "Амсик алейка лисанак", яғни тіліңе ие бол деді. "Вал яса'ка байтук", және үйіңе сыйымды бол. "Вабки аля хатиатик", сондай-ақ өзіңнің күнәларың үшін жыла деді. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға: "Я Расулаллах, ану ахазу бима нақул", ва Алланың елшісі, біз Алла тағаланың алдында сөйлеген сөздеріміз үшін де жауаптымыз ба деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Ва хал якуббу наса финнари ала манахирихим илля хасаиду алсинатихим", адамдардың тозаққа бетімен құлауына сол тілдерімен тапқан күнәлары себеп болмайды ма деді. Яғни адам тілімен күнә тауып, ертең тозаққа бетімен құлайды. Сол үшін де бұл нәрселерден адам сақ болуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылман адамның, Аллаға, қияметке иман келтірген адамның белгісін айтқан кезде: "Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахири фальякул хайран ау лиясмут". Кімде-кім Аллаға иман келтіретін болса, және ақирет күніне иман келтірсе, ақиреттен үміті болса, ақиретте азапқа душар болғысы келмесе, жәннаты болып тозақтан ұзақтатылуды қаласа, онда жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін деді.